Келесі мәселе, қазір осы мынау сәләфиттік жол ұстанушылар, яғни псевдосәләфиттік ағымдар пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның үмметі үшін шапағатын жоққа шығарады. Яғни ол ондай шапағат жоқ, тіпті оны серік қосуға, ширікке балайтындар да бар. Осыған байланысты имам Азам Абу Ханифа өзінің 12 өсиет кітабында былай деп баяндайды: «Аш-шафаату хаққун. Шафаату набийина Мухаммади саллаллаху алейхи вассалам хаққун ли кулли ман хуа мин ахли джанна ва ин кана сахибал кабира». Яғни ауыр күнә жасаса да әрбір жәннат тұрғынына пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның шапағат ететіндігі хақ деп көрсеткен. Әрине, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның шапағаты басқа да шапағат етуге рұқсат етілген адамдар жайында көптеген пайғамбар хадисінде бар. Сондықтан бұны жоққа шығаруға болмайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның үмметі болған, тіпті күнә жасаса да пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның шапағаты болатындығын имам Азам Абу Ханифа да өзінің кітабында келтіріп отыр. Сондықтан әрине пайғамбарымыздың шапағатына лайық болу үшін оның сүннетіне берік болуымыз керек, барынша үлкен күнәдан аулақ болуымыз керек.